Саламатсыздарма, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Шакирова Ажна Аскаровна. Мен медицина ғылымдарының кандидаты, доцент Тусупов атындағы педиатрия кафедрасының ассистентімін. Мен бүгін сіздерге өкпенің аускультациясы тақырыбында видео сабақ түсіремін. Биылғы жыл 2025-2026 оқу жылы. Қолымызды жуамыз, баламен сенімді қарым-қатынас орнатамыз және манипуляция мақсатын түсіндіреміз. Баланы шешіндіреміз. Өкпе аускультациясын жүргізу үшін оны ыңғайлы қалыпқа келтіреміз. Өкпенің аускультациясын жүргіземіз. Фонендоскопты екі жақтан симметриялы бұғана үсті аймағына қоямыз. Сонан соң өкпені екі жақтан симметриялы бұғана ортаңғы сызық бойымен 3-4 қабырғаға дейін тыңдаймыз. Өкпе аускультациясының алдынан тек оң жақтан жүргізуді жалғастырамыз. Баладан қолын желкесіне ұстауын сұраймыз және алдыңғы ортаңғы артқы қолтық асты сызық бойымен екі жақтан симметриялы аускультация жүргіземіз. Баладан басын еңкейтіп төмен қарауын және қолын айқастыра отырып иығына қоюын сұраймыз. Фонендоскопты жауырын үсті аймағына қойып екі жақтан симметриялы тыңдаймыз. Фонендоскопты паравертебральды аймаққа қойып екі жақтан симметриялы жоғарыдан төмен жылжимыз. Фонендоскопты жауырын асты аймаққа қойып екі жақтан симметриялы қойып тыңдаймыз. Баланы киіндіреміз.